Мейн-ивентте бұрынғы чемпион және белбеуге үміткер Белал Мұхаммад 6-шы орында тұрған Янгеримен шығады. Қазақстандағы барлық жауынгерлер мықты. UFC-де қандай рекорды болғаны маңызды емес. Иә, достар, Дана Уайт кеше ғана Шавкат Рахмоновтың дивизиондағы салмағындағы анонстарды жариялаған болатын. Онымен бөлек, осы жексенбіде біздің қазақстандық Николай Веретников Сариана деген американдық жігітпен төбелесетін болады. Ол американдық жігіт біздің қазақтарды бір мақтап жіберген болатын. Оны да тыңдайтын боламыз. Ал осы жексенбідегі Алекс Перейра мен Магомед Анкалаевтың реваншын, онымен қоса Мераб Твашвили мен Кори Сентхагеннің жекпе-жектерін менің телеграм арнамнан қарай аласыздар. Толық жекпе-жек, тікелей эфирге сілтеме барлығы менің телеграм арнамда болады. Осы бейненің төменгі жағында сілтемесі бар. Кір, қосыл, қара. Ал біз бастаймыз. Катарда бізде тағы жекпе-жектер болады. 22 қарашада. Мейн-ивентте 2-ші орындағы белбеуге үміткер Арман Сарукян 6-шы орындағы Дэн Хукермен шығады. Білетіндеріндей, Арман соңғы 10 жекпе-жегінің 9-ын жеңді. Ол Оливейраны Дариушты жеңді. 4 қатар жеңіспен келе жатыр. Ол өте қауіпті жігіт. Ол сендер сүйетін жігіт Дэн Хукермен шығады. Ол үнемі жекпе-жекті бітіргісі келеді, кентек төбелеседі. Көбісі оны осы үшін жақсы көреді. Ол 3 қатар жеңіспен келе жатыр. Ал Мейн-ивентте бұрынғы чемпион және белбеуге үміткер Белал Мұхаммад 6-шы орында тұрған Янгеримен шығады. Белал 11 қатар жеңіспен келген жартылай орта салмақтың белбеуін алу үшін, енді ол белбеуін қайтарғысы келеді. Гериді жеңіп. Ал Гери болса, Карлос Пратесті керемет жеңді. Ол расымен кіммен болсын, қайда болсын, қашан болсын шыға беретін жігіт. Біз оған хабарлассақ болды, оның түкіргені бар қарсыласы кім болса да. 22 қарашада кездескенше. Енді сен Николай Веретниковпен кездесесің. Есімін дұрыс айттым деп ойлаймын. UFC-де бірнеше жекпе-жек өткізді ол жайлы не ойлайсың? Қуанып тұрмын. Қазақстандағы барлық жауынгерлер мықты. UFC-де қандай рекорды болғаны маңызды емес. Қазақтар мықты және қорқынышты. Төбелеске ашық. Бүкіл жаттығу лагерінде осыны ойлауда болдым. Қорқыныштың бетін алудамын. Және жекпе-жекке дайынмын. Сен үшін бұл ұнай ма? Яғни жердің әр түкпірінен біреумен төбелесіп көру, әр ұлтпен өзін үшін жаңа вызов тастау дегендей. Білмеймін, маған бұл ұнайма жоқ па? Бұл ең қорқынышты сәт, түсінесің бе? Жаттығу кезінде әртүрлі жігіттер әртүрлі қабілетімен келеді. Және олармен бірге жаттығу керексің. Бұл қорқынышты, бірақ соңында қуанасың бұның бәрі біткеніне. Бірақ жаттығу лагерінде бұл өте қорқынышты. Әрине, сен кішкене өзінде айтып кеткенсің, ол саған қиын қарсылас, қорқынышты деп. Нақтылай кетсең, қай жағы сен үшін қиын және қолайсыз жекпе-жекте? Иә, ол стойкада тез қимылдайды, дисциплинасы бар, қалаған кезінде лақтырады, және ол да күресуге дайын. Бұл қызық жекпе-жек болады. Тағатсыздана күтудемін, және онымен төбелескім келеді. Ал енді анонстар жайлы не ойлайсыңдар? Кім жеңеді, кім жеңіледі? Осы жексенбіде болатын Магомед Анкалаев Перейра, Мераб пен Сентхаген жекпе-жектері жайлы да не ойлайсыңдар? Комментарияға жазып кетіңдер. Біздің Шавкат енді осы жылы шықпайды-ау. Келесі жылдың басында шығып қалу керек. Қарсыласы Шон Брэди немесе Камару Усман болып қалу керек. Ал енді Джек Делла Мадалена мен Исламнан жеңгенімен осы Белал мен Геридің жеңген адамы шығып қалады-ау деп ойлап тұрмын. Себебі Дана Уайттың өзі айтып тұр, Янгери үнемі шығып тұрады, звондаса болды, қарсыласы кім, қашан, маңызды емес дейді. Ал UFC бұндай жауынгерлерді өте қатты жақсы көреді. Ал Белал Мұхаммад ол өзі бұрынғы чемпион, сондықтан оғыл претендент номер 1 десе болады. Яғни бірінші нөмір үміткер. Көреміз, не болады, не өзгеріс болып қалуды мүмкін. Көреміз. Ал сендермен болған сол ID арнасы, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Барлық қызықтар тек біздің арнада. Қош аман, сау болыңдар.